Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы овуляция анықтаудың 3 әдісі. Жалпы овуляция дегеніміз ол аналық жыныс жасушаның аналық безден шығатын күні. Дәл осы күні егер сәтті кездесу болатын болса, жүктілік болуы мүмкін. Яғни сәтті кездесу болатын болса, осы күні дәл овуляция күні жүктілік болады. Енді осы овуляцияны көбінесе жүктілікті жоспарлап жүрген, көптен бері сәби күтіп жүрген жас жұбайлар жақсы біледі. Жас жұбайлар болсын, кез келген жүктілікті қалап жүрген, күтіп жүрген, жоспарлап жүрген келіншектер үшін бұл өте маңызды тақырыптардың бірі деп білемін. Себебі дұрыс анықтау әдістерін білмегендіктен көптеген мамандарға жүгініп жатады, және де қазіргі таңда барлық анықтау әдістері ақыға келіп тірелгендіктен мен сіздерге өздеріңізге осы әдістерді үйреніп алуды жөн көріп ұсынып отырмын. Егер ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы овуляцияны анықтаудың өте көп жолдары бар. Ең кең таралған 3 әдісін ұсынамын. Бірінші әдіс ол күнтізбелік, яғни календарлық әдіс. Бұл айта кететін жағдай барлық қыз-келіншектерге бірдей әсер етпейді, яғни жүзеге аспайды. Себебі бұл кезде міндетті түрде етеккіріңіз тұрақты ай сайын бір мерзімде келіп отыруы қажет. Егер соңғы 3 айдың көлемінде етеккіріңіз тұрақты түрде бір айда келетін болса, және ұзақтығы арасы бірдей болатын болса ғана анықтауға болады. Яғни әрбір ай сайын 28 күн сайын немесе 30 күн сайын қайталанып отыратын болса, немесе 35 күн арасына салып бірдей болып қайталанатын болса, онда бұл әдіс дәл сізге арналған. Ол үшін болжамды келесі етеккіріңіз келетін уақыттан 14 деген цифрды алып тастасаңыз, сол сіздің овуляция күніңіз болуы мүмкін. Мысалға, етеккір цикліңіз 30 күн болатын болса, 14-ті алып тастасаңыз, 15, 16, 17 күндері сізде овуляция болуы мүмкін. Енді екінші әдіс ол ультрадыбыстық зерттеу әдісі. Бұл жерде фолликулометрия деген әдіс қолданылады. Яғни арнайы ультрадыбыстық зерттеу және маманның көмегі қажет болады. Сіз барып етеккірден кейін күн ара УЗИ-ға түсесіз ультрадыбыстық. Ол маман сізге аналық безінде өсіп жатқан фолликулар бар ма, жоқ па жетіліп жатқан, қандай үрдіспен өсіп жатыр, жарылайын деп тұр ма, овуляция болу керек па, соны анықтап айтып береді. Яғни бұл өздеріңіз көріп отырғандай арнайы маман қажет, және де арнайы аппарат қажет. Бұның барлығы ақыға келіп тіреледі. Ал үшінші әдіс ол арнайы овуляцияны анықтауға арналған тест. Яғни бұл тест дәл жүктілікті анықтауға арналған тест сияқты біздің организмімізде бөлінетін гормондар нәтижесінде анықталады. Мысалға, овуляция болатын кезде біздің организмімізде ЛГ деген гормон өте көп мөлшерде бөлінеді. Именно овуляция күні ол өзінің пик дәрежесіне жетеді. Сол тест сол ЛГ деген гормонға өте сезімтал келеді. Егер өте үлкен дәрежеде болатын болса, пик дәрежесін сезетін болса, онда 2 жолақ шығады. 2 жолақ дегеніміз ол овуляция болып кетті, немесе овуляция болып жатыр деген мағынаны білдірмейді, ол болуы мүмкін деген мағынаны білдіруі мүмкін. Сондықтан овуляцияда 2 жолақ көрсеңіз, не сізде овуляция болайын деп тұр, болып жатыр, болып кеткен деген осындай 3 мағынада болуы мүмкін. Сондықтан бұл дәл нақты айтпайды. Сондықтан егер жоғарыда айтқан 3 әдістің қайсысын тиімдірек, өзіңізге ыңғайлы деп табасыз, осы әдістердің біреуін қолдансаңыздар болады. Сау болыңыздар.